Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Ұлт қаһарманы Бауыржан Момышұлының осы бір нақыл сөзі ұстаздық мамандықтың мәні мен маңызын айқындайды. Ұстаздық білім мен біліктің, парасат пен пайымның, ар мен таланттың тоғысқан тұсынан туындайтын қасиетті мамандық. Бұл мамандыққа деген сүйіспеншілік менің жүрегімде бала кезімнен қалыптасты. Маған білім берген ұстаздарымның адамгершілігіне, кәсіби шеберлігіне деген қызығушылық пен құрмет осы ұлы жолды таңдауыма жетеледі. Мен үшін ұстаз болу жай ғана мамандық емес, бұл ұлттың болашағын тәрбиелеу, жас ұрпақтың жүрегіне білім мен тәрбие дәнін себу, тарихи санасын қалыптастыру. Сондықтан да тарих пәнінің мұғалімі ретінде мен өзімнің кәсіби жолымды ұлт тарихын ұлықтаумен, шәкірттерімнің бойына ұлттық құндылықтарды сіңірумен байланыстырамын. Менің педагогикалық ұстанымым ел дамуына үлес қосатын болашақтың азаматын тәрбиелеу, ал басты мақсатым оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, ғылыми ізденіске баулу және тарихи деректермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру. Тарих пәнінің мұғалімі ретінде мен ұлы даланың өткені мен бүгінін өскелең ұрпаққа танытып, олардың болашаққа деген сенімді қадам басуына жол көрсетуді өзімнің басты міндетім деп білемін. Бүгінгі қоғам дайын ақпаратты қабылдайтын емес, оны талдап, саралай алатын, өз ойын дәлелдей білетін тұлғаларды қажет етеді. Сондықтан менің педагогикалық идеям тарихты зерттеу арқылы зерттеуші тұлға қалыптастыру. Осы идеяны жүзеге асыру үшін білім беру мазмұнындағы жаңашылдықтарды үнемі меңгеріп, заманауи педагогикалық технологияларды тәжірибеме тиімді енгізіп келемін. Тарих сабақтарында оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдерді, цифрлық ресурстарды, көрнекі құралдарды және инновациялық технологияларды ұтымды пайдаланып, оқушылардың тарихи санасын тереңдетуге, танымдық белсенділігін арттыруға күш саламын. Нәтижесінде оқушылардың тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдылары дамып, олардың сыни және креативті ойлау қабілеттері қалыптасады. Тарихты оқулықтан оқуға болады, ал тарихты жүрекпен сезіну үшін тарихи орындарға бару керек. Сондықтан мен шәкірттерімді тарихты оқуға емес, тарихпен жүздесуге жетелеймін. Осы орайда оқушыларымен бірге Сыр өңірінің көне өркениет ошақтарының бірі Астана қалашығына танымдық зерттеу сапарларын ұйымдастырып, тарихи орындардың ерекшеліктерін зерделедік. Облыстық тарихи өлкетану музейімен тығыз байланыс орнатып, музей қорындағы құнды жәдігерлер негізінде зерттеу жұмыстарын жүргізуіміз шәкірттерімнің облыстық республикалық ғылыми жобалар конкурсында жүлдегер атануының дәлелі. Әр ұстаздың ең үлкен бақыты шәкірт жетістігі. Бүгінде шәкірттерім облыстық және республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадалар мен түрлі жарыстарда, тарихата, ақбота зияткерлік конкурстарында жеңімпаз, жүлдегер атанып келеді. Олардың әр жетістігі шәкірттерімен бірлесе жұмыс жасауымыздың жемісі, ұстаздық жолымның ең үлкен марапаты. Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана шәкірт жанына нұр құя алады. Бұл қағида кәсіби дамуыма серпін, шығармашылығыма шабыт береді. 2025 жылдың ақпан айында Орал қаласында өткен республикалық тарих пәні мұғалімдерінің форумында, 2026 жылдың ақпан айында Астана қаласында өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясында, сондай-ақ облыстық ғылыми практикалық конференцияларда іс тәжірибемді бөлісіп келемін. Республикалық оқу-әдістемелік кеңес жанында ұйымдастырылған сараптамалық кеңесте авторлық материалдарға сараптама жасадым. Менің педагогикалық тәжірибем негізінде әзірленген Қазақстан этностары тарихы мен тағдыры атты авторлық бағдарламам тарихты оқытудағы инновациялық идеямның өнімі. Сондай-ақ педагогикалық идеялар панорамасы конкурсының жүлдегері атануым кәсіби шыңдалуымның жарқын белесі. Алаш ардақтысы Міржақып Дулатов ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды деген болатын. Расында да ел болашағы бүгінгі білімді ұрпақтың қолында. Сондықтан менің бар күш-жігерім шәкірттерімді білімді, ізденімпаз, рухы биік, тарихи санасы қалыптасқан, бәсекеге қабілетті тұлға ретінде тәрбиелеуге бағытталған. Менің бағытым айқын, мақсатым биік, ұстанымым берік. Өйткені менің мамандығым менің мақтанышым.